Жақсы достар, 20-ші сұрақ. БРИКС-қа мүше ел. Жалпы жауаптар Үндістан, Германия, Жапония, Корея. Базада осындай экономикалық бірлестіктер бар. Өзара ASEAN, тағы нафта деген секілді экономикалық мақсатта бірігетін елдер. Жалпы енді осы жердегі сұрап тұрған бізде сұрақ БРИКС-ке қатысты. БРИКС деген ол қандай ұйым? БРИКС ол бізде 2006 жылы құрылған 5 мемлекет құрамына кіретін мемлекет, яғни Б әрпі бізде Бразилия, Р әрпі бізде Ресей, И әрпі бізде Индия, Үндістан, К әрпі бізде Қытай, яғни ағылшын тіліне аударғанда, және С әрпі Оңтүстік Африка. Мен оны қазір сіздерге былай түсіндірейін. Ағылшын тіліне аударған кезде Оңтүстік Африка мемлекеті ЮАР, яғни South Africa аудармаланады. Яғни осы кезде бізде БРИКС ұйымының мемлекеттері, яғни оны картада көріп тұрсаңыздар бізде міне Бразилия, ЮАР, Үндістан, Қытай және Ресей мемлекеттері. Яғни бұл ұйымның негізгі мақсаты, мысалы бізде Қытай мен Үндістан өндіруші мемлекеттер болатын болса, яғни негізгі, ал бізде Ресей мен Бразилия секілді мемлекеттер, Оңтүстік Африка секілді республика мемлекеттер, ресурстық мемлекеттер, сәйкесінше олар негізгі позициясы ресурстық жағынан қамтамасыз етсе, Қытай мен Үндістан оны өндіру жағынан, өңдеу жағынан қамтамасыз етеді екен. Яғни осындай мақсатта құрылған экономикалық ұйым. БРИКС-қа мүше ел, сонымен бізде дұрыс жауап бізде А жауабы Үндістан деген жауап болады екен. Сұрақтар алдағы уақытта тағы да көптеп талданатын болады. Арнаға жазылып қойыңыздар. Бұл бізде экономикалық географияның сұрағы. Сәйкесінше лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер.